От шамдары болса сөнбеген, күнделікті тіршілікке үйренген бір отбасы кешкісін жиналыпты. Отбасында оқиға болды күтпеген. Бір минутқа қарашы, түсінмеді мектепті, өзің оқып санашы. Менің қолым бос емес, болса ма әлі де, ас пісіріп көтеріп, күтіп тұр бәрі. Әкетай, бір минутқа қарашы, түсінбеді мектепті, өзің оқып санашы. Кейін қоятар, футбол көріп алайық. Қашып кеттес кітабын, кейінірек қарайық. Аташым, бір минутқа қарашы, түсінбеді мектепті, өзің оқып санашы. Оқушы болған түріңмен, атасының баласы. Көзілдіргім сынып қалып, атаның кетіп отыр мазасы. Соңғы үміті әжесі, жақындады үнсіз ғана, алдына қойып кітабын, деді бала ақырын ғана. Әжетай, бір минутқа қарашы, түсінбеді мектепті, өзің оқып санашы. Түрінен сол томпиған әжесінің баласы, оқысы болған деп сүйде қалды ботасы. Кітабыңды қоя ғой, тамағыңды жеп алсын. Құшақтап алып кітабын, мұңайып бала отырды. Еріксіз еске ол алды, өз барған бала бақшаны. Оқушы болған қиын екен, оны бұрын білмедім. Бұрынғыдай бақшада неге жібермедім? Ойын ойнап аңсалып, қызық күндер өтті ғой. Өмірдің заңы осындай, оқушы биыл болдым ғой. Енді ойынды қысқартып, сабаққа көңіл бөлетін бол. Мен балапан түлегі өз күшіме сенемін. Құрметті ата-аналар, оқушы балам болды деп ауыртпалық салмаңдар. Білім деген қиын жолда әр қашанда қолдаңдар.